Қоржында 5 алтын. Таиландтың Чангмэй қаласында бокстан Азия чемпионаты жалғасып жатыр. Әйелдер арасындағы бәсекеде 5 спортшымыз финалға шыққан еді. 5-еуі де алтын алып, керемет нәтиже тіркеді. Жалпы есепте бірінші орынға шықтық осылайша. Анық-қанығын жарыс алаңында жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Аслан, қайырлы таң, сонымен әйелдер бәсекесі қалай өтті? Қайырлы таң, Аслан. Қайырлы таң, Марал, қайырлы таң, Қайрат, рахмет. Таиландтың Чангмэй қаласынан сөйлеп тұрмыз. Бұнда енді кезекті жарыс күні басталайын деп жатыр. Кеше күнді қорытындыласақ, өте жақсы нәтижелер тіркелді. Қазақстандық қыздар Азияның үздігі екенін дәлелдеді. 5 бірдей қазақ қызы финалға шыққан болатын, 5-еуі бірдей алтын жүлде жеңіп алды. Яғни енді біз осы финалдық айқастардың алдында болжаған бокс мамандарының айтқан пікірлерінен біздің қыздар асып түсті деуге болады. Яғни керемет нәтиже тіркеді. Кеше эмоцияға толы күн болды. Көңіл-күй, командадағы атмосфера өте жақсы болды. Енді атап айтқанда ең бірінші шаршы алаңға 60 келідегі Виктория Графеева көтерілді. Жеңіл атлетикадан боксқа 17 жасында ауысқан қазақстандық қыз, жаңа қытайлық Ли Цянг есімді мықты қарсыласынан басым түсті. Сәйкесінше ең бірінші боп алтын жүлдеге қол созды. Ең бірінші боп әнұранымызды шырқатып, көк туды осы жарыс алаңында көтерді. Одан кейін 60 келідегі Аида Абыкеева Вьетнамда қарсыласын ұтты. 70 келідегі Наталья Богданова да өте жақсы өнер көрсетіп, таиландтық Байсын Маниконнан басым түсті. Артынша 81 келідегі Гүлсая Ержан өзінің қайсар мінезімен кезектіреді. Жеңіске жетті. Қарсыласы Карина Апетерян есімді украиналық боксшы болды. Ал аса ауыр салмақтағы Елдана Тәліпова өзбекстандық Алтынай Сотынбаевамен кездесіп, айқын басымдықпен жеңді. Осылайша жоғарыда айттым, 5 бірдей бұрымды боксшымыз Азия чемпионатының алтын жүлдесін жеңіп алып, жалпы командалық есепте бірінші орынға жайғасты. Екінші орында Өзбекстан құрамасы, үшінші орында Таиланд, одан кейін Қытай құрамасы тұр. Енді қыздардың барлығымен дерлік кездесуден кейін пікірлерін білдік, эксклюзивті сұхбаттар жаздық. Дәл қазір осы ауыр салмақтағы Гүлсая Ержанның айтқан тыңдап көрейік. Аллаға шүкір жеңімпаз болатынбыз. Жанкүйерлердің маған сенім артқан жандардың үмітін ақтадым деп ойлаймын. Енді жекпе-жекке келетін болсам, енді бірінші раундтан бастап шөт ашам деген ой болды. Бірақ енді өздеріңіз көргенде жағдай өзгеріп кетті. Екінші раундта, үшінші раундта шамалы кішкене қоса бастадым. Мүмкін финалды қуып алу шығар. Кішкене толқу болды. Сенім артқан жандардың үмітін ақтау керек болды ғой. Тактика барлығын қойдық. Енді өздеріңіз көргендей қатты мықты боксшы да емес. Енді сол барып 3 раунд істеп шықтық. Жеңімпаз атандық. Енді осы қыздардың жетістігіне, осы Таиландқа арнайы келген және осында жүрген қазақстандық жанкүйерлердің де қолдауын ерекше атап өту керек. Өте керемет демеу жасап жатыр қазақстандық боксшыларға. Бұған қоса дәл осы финалдық айқастарға арнайы ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті және даңқты боксшымыз Геннадий Головкин келген болатын. Онымен бірге Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп, Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті Мұхтархан Ділдәбеков сияқты азаматтар осы жарыс алаңынан табылды және олардың қолдауы әрине қыздарға сезілді, оларға көмектесті. Кейін Геннадий Головкин бастаған осы қазақстандық делегация жеке арнайы кездесіп қыздарды құттықтап жатыр, жылы пікірлерін білдіріп жатыр және бұл жетістікке тоқмейілсуге болмайтын айтады. Ең төменгі көрсеткішіміз осы болу керек. Алда өткен олимпиадалық цикл бар, соған дайындықты пысықтап, қарқынды күшейте беру керек деген сияқты пікірлерін айтып жатыр. Мұхтархан Ділдәбеков ағамыздың пікірін қазір тыңдап көрейік. 5 қызымыз ақтық финалға шығып, барлығы жеңімпаз атанды. Өйткені біз Азияда мықтылығымызды көрсеттік. Біздің қыздар ақтық финалда еш несіз өтті. Жаңа не дейді, спорный вопроссыз барлығы бір бас жоғары өтті. Өйткені оның барлығы дайындықтың арқасында. Сондықтан ертең ұлдардың кездесуі болады. Соған барлықтарын осы қыздардың жолын берсін дейміз, Құда қаласа. Ертең жеңіс тілеймін барлығына.
Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Бұнда бүгін ұлдардың бәсекесі басталады. 2 сағаттай айырмашылық бар. Сондықтан бірер сағаттан кейін шаршы алаңға қазақстандық жігіттер шығады. Бас аяғы 9 боксшымыз финалға жолдама алған болатын. Оның 7-еуі өзбекстандық боксшылармен кездеседі екен. Қазір осы Азия чемпионатындағы қазақ пен өзбек былғар қолғап шеберлерінің айқастары көпшілікке тек қана осы Қазақстандағы, Өзбекстандағы емес, басқа елдердегі жанкүйерлерге, бокс мамандарына қызық болып тұр. Аса тартысты жекпе-жектерді күтеміз және біздің жігіттер енді осы жеңіс жолын жалғайды деген үміттеміз, тіпті сенімде бар. Атап өтейін, ең бірінші болып жеңіл салмақтағы Санжар Ташкенбай шығады. Оның қарсыласы тағы да өзбекстандық Шадияр Меликузиев. Одан кейін Махмуд Сабырхан шаршы алаңға көтеріледі. Тағы бір өзбекстандық Шахзод Музафаровпен кездеседі. Одан кейін Оразбек Асылқұлов, Дулат Бекбауов, Абылайхан Жүсіпов, Диас Молжігітов, Бекзат Нұрдәулетов, Сағындық Тоғанбай және Айбек Оралбай сияқты боксшыларымыз ел намысын қорғайды. Бір ғана қола жүлде бар. Ерлер арасында Ерасыл Жақбеков 80 келідегі, бірақ оның да кездесуіне қатысты енді осының алдындағы тікелей эфирлерде айттым. Сұрақтар көп. Сосын тағы бір көпшілік талқылап жатқан мәселе, Өзбекстан құрамасы екінші құраммен келді, Қазақстан құрамасы бірінші құраммен барды, немесе керісінше пікірлер айтып, осы өзара таласып жатады. Негізі қос командада нөмірі бірінші және екінші боксшылар бар. Құрам шамамен енді нөмірі бірінші, екінші боксшылар салыстырғанда тең деуге болады. Біздің енді командада жаңағы Бейбарыс Жексен, Диас Молжігітов, Ерасыл Жақбеков сияқты жастардан қосылған осындай үлкен жарысқа бірінші рет келіп жатқан боксшылар бар. Олимпиадаға қатысқан боксшылар келмеді. Өзбекстанда да дәл осындай жағдай. Сондықтан енді бүгін шешуші күн, асыға күтеміз бізде және жарыс алаңында болып, сағат сайын 24 KZ арнасы арқылы тікелей эфирде ақпарат таратамыз. Қолымыз қалт ете қалса, сол боксшыларымызға жанкүйер болып барынша қолдау білдіреміз. Марал, Қайрат, енді әзірге менде бар ақпараттар осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Аслан, әйелдер құрамасының бас бапкері Елдос Сайдалинді жақсы нәтижемен құттықтаймыз. Дәл осындай нәтиже ерлерде де 9 спортшымыз алтын алсын деп тілейміз. Өзіңізден жақсы хабар күтеміз. Аслан, құрметті көрермен, Таиландтан тікелей байланысқа шығып ақпар таратқан әріптесіміз Аслан Қаженов болды. Жалғастырайық.